Құрметті оқушылар, келесі есеп ол президенттік олимпиадада кездескен есеп екен. Чаттардан келген бір есеп, шығарылуын қарап көрейік. Так, алгебрадан есеп тізбекке берілген, яғни AN деген тізбек берілген бізде. AN деген тізбек берілген, осы тізбектің бірінші және екінші мүшелерінің қосындысы 2019-ға тең. Так, және осы тізбек үшін келесі рекурренттік қатынас берілген, яғни n минус бірінші мүшені n плюс бірінші мүшеге көбейтсек, бізде n-ші мүше шығады. Так, осы рекурренттік қатынасты пайдаланып, біз 2020 және 2021 мүшелердің қосындысының ең кіші мүмкін мәнін табуымыз қажет. Так, рекурренттік қатынасты пайдалансақ, онда біз келесідей өрнек құрып алайық. Яғни n плюс бірінші мүшені табу үшін, яғни келесі мүшені табу үшін, оның алдындағысына бөлуіміз керек. n-ші мүшені n минус бірінші мүшеге бөлу керек. Так, осы қатынасты пайдалансақ, ары қарай, онда n плюс екінші мүшені табу үшін, біз n плюс бірінші мүшені сәйкесінше n-ші мүшеге бөлеміз. Ал n плюс бірінші мүше бізде неге тең? Мынау n плюс бірінші мүше. Ол бізде мынаған тең болып тұр, яғни AN бөлінген AN минус 1-ге тең болып тұр. Яғни алмастырамыз. n плюс бірінші мүшенің орнына мен AN бөлінген AN минус 1 деп жазамын. Осыны біз n-ші мүшеге бөлеміз. Сонда n-ші мүше мен n-ші мүше қысқарып кетеді, сонда бізде 1 бөлінген AN минус 1-ші мүше қалады. Яғни AN минус 1-ші мүше ол AN плюс 2-ші мүшеге тең болып тұр. Түсінікті, Так, енді n плюс 3-ші мүшені есептейік. Так, n плюс 3-ші мүшені есептейік. Рекурренттік қатынас бойынша бұл n плюс 2-ші мүше бөлінген n плюс 1-ші мүше болады. Так, n плюс 2-ші мүше бізде неге тең? Міне бізде n плюс 2-ші мүше. Мынау n плюс 2-ші мүше ол 1 бөлінген AN минус 1-ге тең. Солай деп жазып қояйық. 1 бөлінген AN минус 1-ші мүше. Осыны n плюс 1-ші мүшеге бөлуіміз керек мынаған. Ал n плюс 1-ші мүше неге тең? Ол мынаған тең. AN бөлінген n минус 1. Яғни n-ші мүше бөлінген AN минус 1-ші мүше. Так, бұл жерде AN минус 1, AN минус 1-ші мүшелер қысқарып кетеді, сонда 1 бөлінген AN-ші мүше деген қалады. Бұл n плюс 3-ші мүше. Келесі n плюс 4-ші мүшені есептеп тастайық. Ол n плюс 3 бөлінген n плюс 2-ші мүше. Так, n плюс 3-ші мүшені таптық. Ол бізде мынау 1 бөлінген AN деген 1 бөлінген n-ші мүше. Бөлінген AN плюс 2. AN плюс 2 дегеніміз ол 1 бөлінген AN минус 1 деген сөз. Ол мынау бізде. AN плюс 2 деген ол мынау. Ол мынау бізде мүше. Так, бұдан бізде AN минус 1 бөлінген AN деген шығады. Так, енді n плюс 5-ші мүшені есептейік. Сонда бізде қызықты қатынас шығады. Керекті қатынас шығады. n плюс 5-ші мүшені табу үшін n плюс 4-ші мүшені n плюс 3-ші мүшеге бөле саламыз. Рекурренттік қатынас бойынша. Так, n плюс 4-ші мүшені біз таптық. Міне ол. AN минус 1 бөлінген AN. Осыны бөлеміз n плюс 3-ші мүше. n плюс 3-ші мүше дегеніміз мынау. 1 бөлінген AN. Так, AN мен AN қысқарып кетеді, сонда бізде AN минус 1-ші мүше қалады. Так, осыдан біз өзімізге қажетті қатынасты таптық, яғни бұл бізде периодты түрде қайталанады. Период бізге 6-ға тең болып тұр. Яғни біз бұдан қандай қорытынды жасап отырмыз? Бізде n плюс 5-ші мүше ол n минус 1-ші мүшеге тең. Түсінікті, яғни егер k-ші мүшені алсақ, оған 6-ны қоссақ, k плюс 6. Олар тең болады. Яғни әр 6 мүше сайын бізде қайталанып отырады деген сөз. Так, енді осыдан біз қандай қорытынды жасаймыз? Осыдан біз келесіде қорытынды жасаймыз. Так,
бірінші мүше бізде бірге 6-ны қоссақ ол 7-ші мүшеге тең болады. Оған 6-ны қоссақ ол 13-ші мүшеге тең болады. Осылайынан кете береді. Яғни ол 6-ға бөлген кезде бір қалдық беретін сан болу керек. Яғни 2017. 2016 бізде 6-ға бөлінеді. Сонда 2017-ші мүшеге тең болады. Бірінші мүше ол 2017-ші мүшеге тең. Ал екінші мүше бізде 2-ге 6-ны қоссақ ол 8. Осылайынан кете береді. Яғни 6-ға бөлгенде 2 қалдық беретін сан ол 2018. Яғни екінші мүше бізде 2018-ші мүшеге тең. Бірінші мүше 2017-ші мүшеге тең. Ал бізге бірінші және екінші мүшелердің қосындысы белгілі. Бізге 20 және 21-ді табу керек. Так, ол үшін біз 2019-ші мүшені есептейміз. Рекуррентті қатынас бойынша ол 2018 бөлінген 2017-ге тең болады. Ал 2018 деген бізде екінші мүшеге тең, 2017 деген бірінші мүшеге тең. Так, келесі 2020-ші мүшені есептейік. Ол 2019-ші мүше. Так, 2019-ші мүше бөлінген 2018-ші мүше. Так, 2019-ші мүшені біз таптық. Ол мынаған тең. А2 бөлінген А1. Бөлеміз 2018-ші мүшеге. 2018-ші мүше ол екінші мүшеге тең. Так, сонда бізде екінші мүше қысқарады. А1 бөлінген А1. Және 2020-ші мүшені есептеп тастайық. Ол 2019 бөлінген 2018. 2019-ды біз таптық. Ол так, 20 емес, 21-ді есептеп жатырмын, шатасып кеттім. Так, мына жерге 21 деп қояйық. Мына жерде онда 20 бөлінген 19 болады. Так, 2021-ші мүше, ол 2020-ші мүше бөлінген 2019-ші мүше. 2020 дегеніміз ол бізде 1 бөлінген А1 болды ғой. Мынау бізде 2020-ші мүше дегеніміз. Ал 2019 деген ол А2 бөлінген А1. Так, А1-лер қысқарады, сонда 1 бөлінген А2 шығады. Сонда 1 бөлінген А2, так, мен көк түспен көрсетіп қояйын, сонда бізге қажетті мүшелер. Так, қарайық, мынау бізде А2020, ол 1 бөлінген А1-ге тең. Ал А2021-ші мүше, ол 1 бөлінген А2-ге тең. Так, сонымен бізге келесі қосындыны табу керек. Яғни бізге А2020, так, 2020, так, бізге нені табу керек еді, ұмытып қалдым мен. 2020-2021 дұрыс. Қарайық, 2020 қосылған А2021. Осының ең кіші мәнін табу керек. А2020 бізде неге тең болды? Ол 1 бөлінген А1-ге тең, ал 2021 1 бөлінген А2. Яғни 1 бөлу А1 қосылған 1 бөлу А2. Осының ең кіші мәнін табу керек. Ал А1 қосылған А2 есептің шарты бойынша бізде 2019-ға тең. Осы жерде арифметикалық орта мен гармоникалық орта арасындағы теңсіздікті пайдаланамыз. Яғни А плюс Б бөлінген 2. Үлкен немесе тең болады 2 бөлінген 1 бөлінген А плюс 1 бөлінген Б. Осындай белгілі теңсіздік бар. Мынау арифметикалық орта, мынау гармоникалық орта деп аталады. Осы жерден 1 бөлінген А плюс 1 бөлінген Б кіші емес, үлкен болады. Үлкен немесе тең болады 4 бөлінген А плюс Б деген теңсіздікті аламыз. Ал А плюс Б деген 2019, яғни 4 бөлінген 2019. Яғни бұл өрнектің, яғни 1 бөлу А және 1 бөлу Б-ның ең кіші мәні бізде минимум деп жазып қояйық. Ол 2019-дан 4 деген сөз. Яғни ол қай жағдайда орындалады? Егер А1 және А2 2 бөлінген 2019-ға тең болған кезде, яғни екеуі бір-біріне тең болған кезде, так, А1 А2 емес, кешірім сұрайым, 1 бөлінген, 1 бөлінген А2 яғни.
1 бөлінген А1, 1 бөлінген А2. Яғни 2020 және 2021 мүшелер.